Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қышқылдық сілтілік үйлесімділік алкалоз ацидоз тақырыбын талдап шығатын боламыз. Ағзадағы қышқылдар мен сілтілер. Қан құрамында қышқылдар мен сілтілер болады. Олар жасушадан шығатын соңғы өнімдер және сырттан келіп түсетін өнімдерге байланысты пайда болады. Ағзада олардың балансы буферлік жүйелер арқылы реттеліп отырады. Осыны бізде, яғни қышқылдар мен сілтілерді бақылайтын бізде ол қышқылдық сілтілік үйлесімділік деп аталады. Біз қышқылдарды қайдан аламыз? Яғни біз сырттан аламыз, немесе ағзамыз іштен өзі өндіреді. Қышқылдарға жатады бізде, например, Кребс циклынан шығатын өнімдер, CO2 болсын, лактат болсын, яғни қышқылды өнімдердің бәрі бізге қышқылға жатады. Ал сілтілер бізде қайдан пайда болады? Оны біз сырттан аламыз. Например, олар натрий, калий болсын, минералдар болсын, препараттар болсын. Енді бізде қышқылдық сілтілік үйлесімділікті pH көрсеткіші арқылы анықтайды. pH пауэр гидрогенум, яғни ағзадағы сутектің көрсеткішін анықтау деген мағынаны білдіреді. Не үшін? Сутек себебі ағзамызда басқа элементтерге қарағанда сутек көбірек өндірілгені үшін оның көрсеткіші маңызды болып табылады. Біз осы сутек арқылы біз энергия аламыз, яғни сутек протоны арқылы. Сол үшін біз pH гидрогенумды жақсылап білуіміз керек. HCO3 дегенде бар, ол бізде сілтілік көрсеткішті көрсетеді. Натрий, калий, кальций бикарбонаттар жатады. Ал H деген қышқылды көрсетеді. Енді бізде қанымыздың pH көрсеткіші 7,35, 7,45. Бұл бізде бейтарап орта. Яғни бізді жаратқан кезде бізді кішкене сілтілге қарай жылжытып қойған. 7,35, 7,45. Себебі бізге қышқылдану ол жаңағы ағзамызға өте кері әсер етеді. Сол үшін біз 7,35, 7,45-ті осындай көріп қойғанбыз. Например, мына жерде осы нелер бар. Например, pH, асқазанның pH-ы 1,2. Себебі ол жерге заттардың бәрін қорыту керек. Өте қатты қышқыл. Даже кейбір әдебиеттерде асқазанның pH-ы темірді қорытып жібере алады деген мәліметтер де бар. Ал зәердің pH-ы 4,5, 6. Ал немесе сосын шектерде уже 7,8. Олар бізге уже шектерде неге олай болады? Жаңағы керісінше бізге жаңағы минералдардың бәрін өзіне сіңіріп алу үшін бізге осындай не керек? pH керек. Бұл осындай нормада. Қанында уже pH 7,35, 7,45. Енді бұл үйлесімділік бұзылса, қан дұрыс жұмыс жасамайтын болады. Қан формалық элементтер бұзылады, зат алмасу бұзылады. Сутегі 15-20 есе көп болады біздің ағзамызда. Ал Кребс циклынан бөлінетін CO2 бізде ол қышқыл. Бағана ғана айтып кеттім. Енді қышқылдар қайдан пайда болады? Біз экзогенді жолмен энергетик сусындар болсын ішкенде, уже біздің ағзамыз қышқылдана бастайды. Ал эндогендік ағзаның өзінде пайда болады. Например, лактат, оның бәрін талдаймыз. Гипоксияда, қанты диабетте, зат алмасы бұзылыстарында бізде қышқылды өнімдер көп бөлініп кетеді. Например, гипоксия кезінде. Яғни гипоксия оттегінің қанда аз болуы. Аноксия гипоксия кезінде. Біз немесе сыртта оттегі аз болса, яғни қанымызда оттегі аз болса, тіндер уже жаңағы аэробты гликолизден анаэробты гликолизге ауысып, лактат көп жиналып, лактаттан энергия өндіре бастағандықтан бізде ағзамыз қышқылданып кетеді. Осыдан уже қышқылдар пайда болады. Енді pH көрсеткіш осы 7,35, 7,45 арасында болады. Көрініп тұрғандай қанымыз көбірек сілтілік жаққа ағысқан. 7,35, 7,45. 7,35-тен төмендесе қышқыл деп аталады, ал 7,45-тен жоғарыса сілтілену деп аталады. Ағза көбірек қышқылға бейім болған соң, pH көрсеткіш сілтіге қарап ығыстырылып қойылған. Себебі ағзаның сілтілену көп кездесе бермейді. Қышқылдану бізде негізі жаман, негізі шынымызды айтсақ, например, қанты диабет кезінде қышқылданып жаңағы яғни лактаттан өндіргендіктен бізде уже зат алмасы бұзылады. Сол қышқылданудың әсерінен қанты диабеттегі ауыратын науқастарда. Енді буферлік жүйе. Бізде жалпы ағзада қышқылдық сілтілікті ұстап тұратын 4 буферлік жүйе бар. Гидрокарбонаттық, гемоглобиндік, белоктық, фосфаттық болған бөлек видео бар. Соны ссылкасын қалдырам. Енді бұны жай айтып кетейін. Гидрокарбонаттық, гемоглобиндік, яғни бұлар буферлік жүйенің маңызы. Например, ағзамыз қышқылданып атқанда, яғни бұл буферлік жүйе алады да сілтіге айналады. Немесе ағзамыз сілтеніп атқанда қышқылға айналатын болады. Осылай жаттап алыңыздар. Буферлік жүйенің мәні ағзаның гемостазын
яғни қышқылдық сілтілік үйлесімділікті бір 7,35 7,45-те ұстап тұру болып табылады. Осы буферлік жүйенің жалғыз ғана миссиясы сол. Енді химиялық реттелу бар. Ол буферлік жүйе егер ағза қышқылданып жатса, сілтіге айналады, ал сілтіге айналып жатса, қышқылға айналып отырады. Бұл бізде химиялық реттелу деп аталады. Енді физиологиялық реттелу ол бізде өкпе мен бүйрек физиологиялық реттелу. Өкпе регулятор, мысалы CO2 артып кетсе гипервентиляция болып ауа шығарып тастайды, ауаны тезірек шығарып тастайды. Өйткені бізде CO2 ағзада көп болып кетсе, ол қышқылданып кетеді. Оны бізге 7,35 7,45-ке сақтау керек. Сол үшін біз CO2-ні шығарып тастаймыз. Ал егер CO2 азайып кетсе, гиповентиляция болады. Өйткені біздің жаңағы тыныс алу орталығы CO2 көмір қышқыл газымен ғана бізден не істейді, қозып біз тыныс алуымызды солай реттеп отырады. Ал ол кезде уже CO2 азайған кезде біз уже аз продипной, аз демаламыз, CO2-ні шығармауға тырысамыз. Бұл бізде физиологиялық реттелу деп аталады. Бүйрек егер ұшпайтын қышқылдар көбейсе, зәрмен шығарып жібереді. Сілтілердің реабсорбциясын күшейтеді, ал ағзада сүт артатын болса, керісінше болады, яғни шығарып тастап отырады. Ацидогенез, аммонигенез деп аталады бұлардың бәрін. Ол ссылкасын қалдырам осы жаңағы буферлік жүйелердің. Менің ұстазым Бергер Муханов жақсы түсіндіріп береді, соны бір қарап алыңыздар. Осыны тақырыпты қарамай тұрып. Сүйек бұлшықеттер егер ағза қышқылданса, бар қышқылды осы тіндерге тығып, сілтерді тіннен шығарады. Калий, натрий, кальций. Немесе ағза сілтеніп жатса да тура сондай. Бүкіл жаңағы сітіні қанға тіндерге тығып тастайды. Солай біздің ағзамызды осылай реттеп отыратын болады. Осылай ағза ТШО-ны реттеп отырады. Қышқылдық сілтілік үйлесімділікті. Енді тақырыбымызға тоқталайық. Ацидоз және алкалоз дегеніміз не? Газдық ацидоз ағзаның қышқылдануы, газдық алкалоз ағзаның сілтіленуі, газдық емес метаболизмдік ацидоз, сосын газдық емес метаболизмдік алкалоз бар. Яғни газдық ацидоз деген, яғни газдық деп не үшін атайды? Олар бізде ұшатын қышқылдар. Например, CO2 әсерінен бізде ацидоз, алкалоз болады. Соны жаттап алыңыздар. CO2-ні болса, ол уже газдық деп аталады. Ал газдық емес, олар ұшпайтын қышқылдар. Газдық емес қышқылдар, например, лактат, сосын кетон денелер, қышқылдар, жаңағы ұшпайтын. CO2 ол бізде ұшатын болғандықтан газдық ацидоз, газдық алкалоз. Оны талдаймыз қазір. Енді газдық ацидоз дегеніміз не? Көмір қышқыл газының қанда артып кетуінен дамиды. Например, гипоксиялар, анемия, қанты диабет сынды ауруларда, өкпенің барлық ауруларында бізде газдық ацидоз дамиды. Енді талдап кетейік. Например, гипоксия болады. Гипоксияның жаңағы ағзада, например, өкпе дұрыс жұмыс жасамағанда бізге O2-ні жақсы демаламайды, шығара алмайды, CO2-ні дұрыс жұмыс жасамаса, мұрын бітеліп тұрса, O2-ні сіңіру аз болады, ауаны жұту. И біздің демалуымыз қиындайды, сол кезде O2 аз кіреді, бізде уже Крепс циклы мына жақтан CO2-ні шығарып жатыр. Бірақ оны бізде шығарып тастайтын не жоқ, тыныс алу дұрыс емес. Сол үшін бізде жаңағы не болады? Газдық ацидоз болады. CO2 қанымызда артады. Енді бұл кезде буферлік жүйе сілтіге ауысады. Өкпеде гипервентиляция болып, CO2-ні шығарып жіберуге тырысады. Яғни CO2 ағзамызда жиналып қалған кезде газдық ацидоз болады. Шатаспаңыздар. Газдық ацидоз, яғни CO2 болса. Газдық деген түрі болса, тек CO2-де ғана проблема бар. CO2-ні шығарып жіберуге тырысады. Енді уже бізде не болады? Гипервентиляция, тахипноя болады. Қалыптыда 16-20 ғой, 20-дан асып кетеді. Себебі ағзамызда CO2-ні сыртқа шығарып тастауға тырысып отыратын болады. Гипервентиляция тез уже. Өйткені бізде ағзамызда керек емес көп CO2. Оны бізде гиперкапния деп атайтын болады. Физиологиялық ацидоз болады, ол тренировка істегенде жинақталады, соның нәтижесінде тахипноя болады. Көмір қышқыл газын шығарып жіберуге тырысады. Например, метаболизм көп күшейгендіктен бізге көп АТФ керек болады. Соответственно, АТФ көбейген сайын бізде артық өнімдерде көп болады. Көп көмір жаққан сайын көп түтін шығатын сияқты ғой бұл жерде де. Яғни CO2 артып кететін болады. Солай біз жаңағы физиологиялық ацидоз болып тренировка істеген тез демалатынымыз содан. Енді бізде газдық алкалоз бар. Бұл тауға шыққанда, шар үрлегенде, ауасыз жерлерде дамиды. Өте сирек кездеседі. Газдық ацидоз керісінше механизмі болады. Например, тауға шыққанда төменгі қысым болады ғой, жаңағы гипобариялық. Яғни қысым төмендейді бұл жерде. Тауға шыққанда біз жаңағы 720
жаңағы миллиметр сынап бағанасында демалып үйренгенбіз. 20% ауада. Тауға шыққанда ауаның проценті 10%-ке дейін түсіп кетеді. И осы кезде бізде оттегіні аз сыртта, сосын демала береміз, бірақ біз CO2-ні көп шығарып тастаймыз. Осы кезде газдық алкалоз болады. Яғни CO2 біздің ағзамызда біз O2-ні аз сіңіреміз, CO2-ні көп шығарып тастаймыз. Сол кезде газдық алкалоз дамиды. Например, ауасыз жерлерде. Например, машинаның ішінде балалар қамалып қалыңыз, газдық алкалоздан біраз бала қайтыс болып кеткен. Естіген шығарсыздар жаңалықтардан. Немесе терезеде, үйде біз терезені ашып жаппай жауып тастасақ, біздің комнатада O2 азаяды. Тура сол кезде газдық алкалоз болады. O2-ні аз сіңіреміз, CO2-ні көп шығарып тастаймыз. Осы кезде уже бізде продипноя болады. 16-дан түседі. Ақырын демаламыз ағза. Өйткені біз CO2-сіз, яғни тыныс алу орталығы қозбайды. Солай біз демала алмай қаламыз. Сол үшін CO2-ні ақырын шығарып тастайтын болады. Бұл жерде уже CO2 қышқыл ғой. Уже бізде алкалоз 7-де 45-тен артып кетті pH. Осы кезде буферлік жүйе бізде уже қышқылға айналады. Осылай газдық алкалоз дегеніміз осы кезде дамиды. Ал метаболизмдік ацидоз дегеніміз анаэробтық гликолиз кезінде кори циклының лактат түзілуінің артуы, гипориз кезінде кетон денелерінің қанда көбейіп кетуі, қанты диабеті көбірек кездеседі. Қышқылды тағамдарды көп қолданғанда, көп ішкі өткенде сүттер шығып кетеді, сол кезде дамиды. Бұл бізде метаболизмдік ацидоз, яғни бұл жерде ұшпайтын қышқылдар. Яғни көбіне қанты диабетпен ауыратын кісілерде болады. Өйткені оларға уже энергия жоқ деп ойлайды. Например, қанша глюкоза жесе де олар инсулинсіз кіре алмайды ғой тінге. И сол кезде уже аэробты гликолиздан анаэробты гликолизға ауысып, уже соңында майдан, яғни кетон денелеріне не жасап бастайды. Энергия жасап бастағандықтан уже кетон денелері ағзада өте көп болады. Уже метаболизмдік ацидоз дамиды. Осыны біліп алыңыздар. Сосын көп қышқылды тағамдарды өте көп қолданғанда, немесе көп іш өткенде, например, ары қарай асқазаннан ары қарай уже 12 ішек, ары қарай ішектердің бәріне pH бізде сілтіге қарай ауысады. Сілтінің бәрі уже ішектерде болады. Осы кезде шығарып тастаймыз, бүкіл сілтіні іш өткен кезде уже бізде осы метаболизмдік ацидоз дамиды. Бүйрек жеткіліксіз кезінде де дамиды. Өйткені бүйрек арқылы бүткіл қышқылдардың бәрі бізге артық өнімдердің бәрі сыртқа шығып кетеді. Сосын бұл кезде бүйрек жұмысы артады. Аммонигенез, ацидогенез арқылы қышқылдарды тұздармен біріктіріп, әлсіз қышқылдарға айналдырады, гидрокарбонаттардың реабсорбциясын күшейтеді. Бұны менің ұстазым буферлік жүйе тақырыбында өте күшті түсіндірген. Осы видеоны қарап шығыңыздар. Буферлік жүйе сілтіге айналады. Ағза қышқылдар тіндерге тығып, сілтілерді тіннен шығарып отырады. Осылай қышқылдық сілтілік үйлесімдікті реттейді. Яғни аммонигенез, ацидогенез дегенді жақсылап білуіміз керек. Метаболизмдік алкалоз көп кездесе бермейді. Ағзаға сілтілік препараттарды көп енгізгенде, сілтілі тағамдарды көп тұтынғанда, немесе көп құсқанда асқазаннан қышқыл шығып кетеді, қанда сілтілердің деңгейі артады. Осылай, например, біз көп құсқан кезде қышқылдың бәрін шығарып тастаймыз. Осы кезде сілтілер ағзамызда көбейеді. Сол кезде метаболизмдік алкалоз, яғни ағзаның сілтіленуі. Сосын немесе сілтілік препараттарды өте көп енгізгенде. Осылай, бұл жерде маңыздылары жаңағы ацидоз, ағзаның қышқылдану өте қауіпті. Осыны реаниматологтар жақсы білуі керек. Осы тақырыпты назарларыңызға көп рахмет. Менің ұстазым буферлік жүйеге күшті видео түсірген болатын. Берік Ермұханов, мен комментарийға видео ссылкасын қалдырамын. Назарларыңызға рахмет.